асық деген ойынмен танысамыз, иә? Біздер осыған дейін балабақшада қандай ұлттық ойындарды ойнап жүрміз? Бәйге, тақия тастамақ, сосын арқан тартыс, сосын асық ату, иә? Асықтармен де ойнап жүрміз, иә? Ендігі бүгін біздің ойынымыздың аты үш асық ойыны. Сіздерге ойын ережесін түсіндіремін. Үш асық ойынына екі қарсылас ойнайды, иә? Мына қарсыласымыз қай жағы асықтың? Бүк жағы, шек жағы, иә? Мына асықтарымызды оңға, солға, артқа, жанға жүру арқылы жүріс жасаймыз, иә? Және қарсыластың асығынан мына аттап секіріп өтуге болады. Ойынның шарты кім ең бірінші болып үш бұрыш жасайды қарсылас жаққа, сол жеңіске жетеді. Міне, үш бұрыш осылай жасау керек. Бірінші қай ойыншы бастайды ойынды? Бүк жағы бар ойыншы бастайды. Ислам бастай ғой. Рахман жүр. Енді Рахман жүреді. Ислам жүреді. Рахман. Міне, Ислам бізде ең бірінші болып үш бұрыш құрады, иә? Ислам жеңіске жетті. Түсінікті ме сіздерге балалар? Қандай ойынмен таныстық? Қалай аталады? Үш асық деген ойын. Ойын сіздерге ұнады ма? Ендеше балалар, келесі жолы тағы да басқа ойынмен танысамыз, иә? Сау болыңыздар.